Баршаларыңызға сәлем. Сіздерге бүгін вупи пай тортының оригинал рецептімен бөлісемін. Ерекше дәмді, құрамы таза, көпшілігінің сүйіктісіне айналған бұл тортты сіздер де жасап көріңіздер. Бөлек ыдыста сары май мен шоколадымызды микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Ыдысымызды алдын ала таразда өлшеп, салмағын қағазға жазып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа мен құмшекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміз толық еру керек және массамыз 2 есеге ұлғаю керек. Микротолқынды пеште шоколадымыз мен сары майымызды ерітіп, жылы болғанша бөлме температурасында қалдырып, сосын ғана массамызға құямыз. Ыстық күйінде қосуға болмайды. Үшінші ыдысымызға ұнды, разрыхлитель және какаоны салып, ситаның көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Барлық ингредиенттерді біріктіріп, миксермен жақсылап айналдырып, шоколадный масса дайындаймыз. Дайын болған шоколадный массамызды таразыға қойып өлшеп, жалпы салмақтан ыдыстың салмағын алып тастаймыз. Сол кезде бізде нақты қамырдың грамы шығады. Біз бұл шыққан грамды 4-ке бөлеміз, яғни бізде 4 көжік болады. Әр көжік 206 грамнан түседі. Қамырымызды бірдей етіп оңай бөлу үшін осындай одноразовый мешоктарды пайдаланамыз. Егер сіздер тортты заказға жасайтын болсаңыздар, осылай өлшеп, бірдей етіп бөліп, міндетті түрде жасаңыздар, сонда сіздердің торттарыңыз идеально шығады. Көжіктарымыздың шеті дөп-дөңгелек әдемі болып пісуі үшін пергамент қағаздарымызға осылай форма жасап алсақ болады. Мешоктарға бөліп алған қамырымызды пергамент қағазға біркелкі етіп жайып шығамыз. Бұл әдіс қамырдың біркелкі болып оңай жайылып, әдемі болып пісуіне көмектеседі. Спатуланың көмегімен біркелкі етіп тегістеп аламыз. Барлық көжіктарымызды алдын ала қызып тұрған 170-180 градустағы пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште көжіктарымыз тез піседі, соны назарға алыңыз. Тортымызға крем дайындаймыз. Ыдыстың алдын ала салмағын өлшеп, қағазға жазып аламыз. Ең алдымен творожный сыр, маскарпоне және сахарная пудраны біріккенше миксерлейміз. Біріккеннен кейін сливке қосамыз. Маскарпонені қоспай, орнына 100 граммен творожный сырды еселеп жасауға болады.
Мысалы, кремге 250 грамм маскарпоне, 600 грамм творожный сыр болса, маскарпоне қоспай 850 грамм творожный сыр қосып жасауға да болады. Дәмі аса қатты өзгермейді. Сливкиді қосқаннан соң миксерді қатты жылдамдыққа қосып, крем толық қою болғанша айналдырамыз. Қою болғаннан соң миксерді өшіреміз. Егер тым ұзақ қозғайтын болсаңыздар, сливкидің майы шығып, кремді құртып аласыздар. Дайын болған кремді ыдысымен бірге таразыға қойып өлшеп аламыз. Жалпы салмақтан ыдыстың салмағын алып тастаймыз. Сол кезде бізде нақты кремнің салмағы шығады. Кремнің салмағын 3-ке бөліп 520 граммнан түседі екен. Кремдерді оңай бөлу үшін осылай мешокқа салып аламыз, бөліп. Егер көжіктарыңыз пісу барысында шеттері қисайған, бір тегіс болмаса, осылай кесіп алуға болады, керекті диаметрге өлшеп. Тортымызды жинаймыз. Бөлек одноразовый мешокқа насадканы қойып аламын. Сол кезде әр кремге насадка қойып жүрмейміз. Подложкаға міндетті түрде аз ғана крем жағамыз, сол кезде торттарыңыз жылжымайтын болады. Осылай көжіктарымызды теріс қаратып қоямыз, өйткені астыңғы бөлігі теп-тегіс болып піседі, торттарыңыз да әдемі шығады. Ең бірінші шеткі шариктерін жасап аламыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, қалай жасалуы көрініп тұр. Еш қиындығы жоқ. 1-2 рет жасасаңыз, қолдарыңыз тез үйреніп кетеді. Шеткі шариктарын жасап алғаннан соң, қалған кремді толық ортасына жағып шығамыз және спатуланың көмегімен әдемілеп тегістеп аламыз.
Үстіңгі бөлігіндегі шариктерді астыңғы шариктермен бірдей қылып жасауға тырысыңыз. Сол кезде торттың сыртқы көрінісі әдемі шығады. Дәл осы әдіс бойынша барлық қожықтарымызға кремдерін жағып шығамыз. Тортымызды жинап болдық. Енді ең қызықты сәтіне келдік. Торттың бетін әрлейміз. Сары май мен шоколадты ерітіп ганаш дайындаймыз. Кішкене қоюланып, жылғаннан соң ғана бетіне құямыз. Осы жерде ескеретін нәрсе, торттың бетін әрлеуге жеміс-жидектерді алдын ала дайындап қоямыз. Бетіндегі шоколадты қатып қалмай жатып қойып шығу керек. Сол кезде жидектеріміз жылжымай қатып тұрады. Тортты өздеріңізге немесе заказға жасасаңыздар да үнемі бетін осындай жеміс-жидектермен, құрамы таза өнімдермен әрлеуге тырысыңыздар. Бұл сіздерге әрі дәмді, әрі әдемі, әрі ағзаларыңызға пайдалы торт болады. Тортымыз дайын. Бір түнге холодильникке жібереміз. Дастарханға ұсынар алдын бетіне сахарная пудра сүйіп шықсаңыздар болады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып, кері байланыс қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Бекалықызы. Ас болсын.